Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысы өтті. Жиында депутаттар 2025 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы үкімет есебін қабылдады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ел экономикасының өсімі 6,5%. Экономика оң серпін беріп, орташа айлық 442 мың теңгеге жеткен. Жұмыссыздық деңгейі жыл бойы 4,6% деңгейінде сақталған. Еңбекақының жалпы ішкі өнімдегі үлесі шамамен 30%-тен асқан. Тұрақты экономикалық өсімге қарамастан былтыр еліміздің инфляциялық қысымының жоғарылауымен бетпе-бет келген атап өтілді. Үкіметтің, ұлттық банктың және басқа да мемлекеттік органдардың бірлескен жұмысының нәтижесінде инфляция біртіндеп баяулаған. Премьер-министр Олжас Бектенов өткен жылы инфляциялық процестер халықтың табыс деңгейіне ықпал еткенін алға тартты. Если смотреть более детально, егжей-тегжейлі қарасақ, халықтың табысы өскен бірқатар сала бар. Мысалы, ауыл шаруашылығында ауылдағы жұмысшылардың нақты табысы 9,3%-ға өсті. Сауда, байланыс, сумен жабдықтау, энергетика сияқты салаларда кірістер бағытына байланысты орта есеппен 4%-ға өсті. Көлік саласында бұл көрсеткіш 5-10%-ға дейін артты. Жекелеген салаларда оң динамика бар. Біз халықтың нақты табысының көрсеткіштері экономиканың бүкіл салаларында өсу үшін барлық шараларды қабылдайтын боламыз. Бұдан бөлек отырыста қаржы министрі Мәди Такеев сөз алып, ұлттық жобаларды жүзеге асыру нәтижесін баяндады. Сөзінше, елімізде 198 мектеппен 655 денсаулық сақтау нысаны салынған. Сонымен қатар ол 20 жоғары оқу орны базасында жасанды интеллект бойынша мамандар даярлау басталғанын және болашақ бағдарламасы бойынша жеке квота енгізілгенін атап өтті. Сондай-ақ министр елімізде пайдалануға берілген тұрғын үй көлемін де айтты. Ұлттық жобалар іске асырылды. Нәтижесінде 198 мектептің және 655 денсаулық сақтау объектісінің құрылысы аяқталды. 10 мыңнан астам студенттер үшін 30 жатақхана пайдалануға берілді. 7,5 мың колледж студенті, 23,600 жоғары оқу орындары студенттері, магистранттар мен докторанттары жатақханамен қамтамасыз етілді. Барлық қаржыландыру көздерінің есебінен 21 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықтық әлеуметтік осал топтары үшін 5141 тұрғын үй сатып алынды.